Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай печеньенің рецептімен бөлісетін боламыз. Ең алдымен каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Бізге қажетті заттар: бір жұмыртқа, осындай кішкене ас содасы, қант, сұйық май және де алдын ала електен өткізілген ұн қажет болады. Осы оңай рецептпен керемет печенье әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқаға қантымызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Осылай араластырып алдық. Үстінен сұйық майымызды және де бір ас қасық содамызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Бізде осындай масса дайын болды. Енді ұнымызды шетінен салып, қолға жабыспайтындай етіп қамыр илейтін боламыз. Мінекей, бізде осындай қамыр дайын болды. Енді өздеріңіз қалаған формаға келтірсеңіздер болады. Мен осылай істеуді жөн көрдім. Осылай орналастырып алып, бетін шанышқымен басып шығатын боламын. Өте тез пісетін болады. 10 минут шамасында дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап жатсаңыздар, комментарийға қалдырсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет.